Ассалаумағалейкум достар, сіздермен ерекше арнасы. Бүгінгі тақырыпта жануарлардың жаңа туылған балалары жайында біраз ақпараттар білетін боламыз. Барлық аю тектес жануарлардың балалары өте тартымды болады, ал панда олардың ішінде ресми түрде ең ерекшесі болып табылады. Бұл өте ірі жануарлардың қатарына жатады, сондықтан да олардың балалары да ірі болып туылады деп ойлап келдік. Бірақ олай пайымдау қате. Пандалар өмірге өте кішкентай болып келеді. Олар өздерінің аналарынан 800 есе кішкентай болып туылады. Әдетте аналық панда бір немесе екі панданы дүниеге алып келеді. Өкініштісі сол, табиғатында панда егіз туса, оның мықтысын ғана, яғни біреуін ғана асырайды, ал екіншісіне қарамай тастайды екен. Бірақ панда сирек кездесетін қызыл кітапқа енген жануар болған соң, оның қарамай тастаған баласын зоопарк қызметкерлері өз мойнына алып, мәпелеп өсіреді. Тиісінше, екі туылған панданың да өсуіне жақсы жағдай жасалады. Олар өздері қоректеніп, сүйікті бамбук жапырағын жей алатын кезге дейін өсіріп қарайлайды. Жаңа туылған кенгуруды сүйкімді деп айтуға келмейді. Олар құртқа көбірек ұқсас болады. Олар тіпті 1 граммнан да жеңіл болады. Бойы 2,5 сантиметр. Олар көбіне эмбрионға ұқсайды. Тіпті эмбрионның дәл өзі десек те болады. Олар жарық көргенімен, олардың дене бітімі толық дамымаған. Көздері жабық, ал аузы жай ғана трубка секілді. Соған қарамастан жаңа туылған кенгуру анасының қалтасына өзі еңбектеніп кіріп кетеді. Ары қарай ол осы қалтада анасының төсін еміп дами береді. Тек 5-ші айға жеткенде ғана бала өзінің анасына ұқсай бастайды және басын да сыртқа шығара бастайды. 6 айлығында баласы анасының қалтасынан шығып жаймендеп серуендей бастайды. Ал тағы 1 айдан кейін анасының қалтасын мәңгіге қалдырып кетеді. Бұл кезде кенгуру балалары өте тартымды болады. Кенгурудың балаларына қарағанда жирафтың балалары өз бетінше тіршілігін жасауға мүмкіндігі бар. Олар туылғандағы салмағы тіпті адамдардың салмағымен тең келеді. Кішкентай жирафтың өмірі 2 метр биіктіктен құлаудан басталады. Одан кейін анасы оны мейіріміне бөліп, тілімен денесін тазалайды. Туылған жираф бірден аяққа тұруға тырысады, бірақ ол оңай бола қоймас. 1 сағаттың көлемінде жираф баласы аяққа тұрады. Бірінші 10 күндікте жираф өзінің баласымен басқа жирафтардан алшақ жүреді. Осы уақыт аралығында жираф баласы өз күшін алып, жүгіру мен секіруді де меңгеріп алады. Осыдан кейін бала жирафқа балабақша іздеуге шығады, яғни басқа да жирафтармен ойнату көзделеді. 2 айдан кейін жираф өзіне талдардан азығын алып жейтін мүмкіндікке жетеді. Сонда да анасы баласын 1 жылға дейін сүтпен қоректендіреді. Зебраның туылуы да жирафтың туылуына ұқсас, бірақ зебра биіктен құлап түспейді, және де жирафтан 2 есе кіші болады. Жаңа туылған зебраға аяққа тұру үшін 15 минуттан 45 минутқа дейін уақыт керек. Бірінші күндері зебра өзінің баласына ешкімді жолатпайды. 3 күн өткен соң зебра баласы өзінің анасының түсін, иісін, дауысын танитын халге жетеді. Одан соң ол басқа да зебраларды тани бастайды. Ол өзінің туыстарын, достарын, көршілестердің үстіндегі жолақтары арқылы ажырата алатын болады. Зерттеушілердің айтуынша барлық аттар осы зебрадан тараған, ал үстіндегі жолақтарды эволюция кезінде жоғалтып алған деседі. Ал сіздердің пікірлеріңіз қандай? Тағы бір таңғалдыратын факт, зебраның сүтінің түсі қызғылт, яғни розовый. 2-3 айда зебралар өздері шөп тауып жеп үйренеді, ал аналары 1 жылға дейін сүтпен қоректендіреді. Пілдер өзінің балаларын 22 ай бойы көтеріп жүріп дүниеге алып келеді. Осы уақыттың ішінде олар тіпті 115 келіге дейін жететіндігі де таң қалдырмаса керек. Пілдер жалғыз босанбайды. Олар босанар кезде жанына басқа да отбасы пілдері келіп тіпті босану процесіне көмек береді. Кейде босанып жатқан кезде басқа жыртқыш аңдардан қорғап тұрады. Тіпті босанып жатқан пілді өз ұзын мұрындарымен сипап, немесе туылып жатқан баланы ақырын тартып көмек береді. Осы фактілер пілдердің ақыл жүйесі өте жақсы екендігін айқындайды. Бегемот тартымды болғанымен де олар қауіпті жануар болып келеді.
Олардың жаңадан туылған балаларына қарасаң, ол жайында тіпті ойлағың да келмейді. Кішкентай бегемотиктердің тартымдылығы тіпті мысықтардың балаларына бәсеке туғыза алады. Егер туылу процесі табиғи ортада болса, бегемот сәбиі суда болады. Ол өз күшімен су бетіне шығып, алғашқы ауасын жұтады. Көбіне бегемоттар бір бала босанады. Кейде егіздер болады. Бегемоттар өздерінің балаларына өте мейірімді. Олар өзінің баласына жақындағысы келген кез келген нәрсені қуып жібереді. Кішкентай мүйіз тұмсықтар бегемоттың балалары секілді тартымды болады. Олар өте ерке, ойнауды жақсы көреді. Оларды болашақта адам баласына қауіпті үлкен жануарға айналып кететінін елестете алмайсың. 3 күн ішінде мүйіз тұмсық балалары бірінші қадамдарын жасай бастайды. 2 ай уақытта олар мығым болып шыға келеді. Соған қарамастан ол анасының қадағалауында 2 жыл уақыт жүреді. Одан кейін өз жеке өмірімен кетеді. Оны үлкен қалыптасқан жануар ретінде тек 5 жылдан кейін айтуға болады. Көпшілік адамдар кірпінің қалай туылатыны жайында сұрап жатады. Тікенмен бе, әлде тікенсіз бе? Иә, кірпілер бірден тікендермен туылады, бірақ олардың тікендері әзірге өте жұмсақ және анасына ешқандай зиянын тигізбейді. Кірпі балаларын 35-60 күн өз құрсағында көтеріп жүреді. Олар кемінде 3, ал ең көбі 6 кірпі туады. Тікеннен бөлек кірпі балаларында тырнақтар да болады, бірақ аса қатты дами қоймаған. Уақыт өте тікендері де қатая бастайды, өзін қорғауға да қауқарлы болады. Көпшілік мұрғаудың балаларына қарағанды ұнатады, ал жолбарыстың баласына кім сүйсініп қарайды? Әрине, екеуінің айырмашылығы өскеннен соң жер мен көктей болады. Жолбарыстың балаларына қарап болашақта олардың жыртқышқа айналатынына сенгің келмейді. Жолбарыстың балалары мысықтікіне өте ұқсас болады, бірақ дене бітімі әлдеқайда үлкен. Жолбарыс 2-3 жылда бір рет қана 2-3-4 жолбарысты дүниеге алып келеді. Туу кезеңі 3,5 айға созылады. Олар да мысықтың балалары секілді көздері ашылмай туылады. 1,5 келіні құрайды. Жаңа туылған балаларға тек қана анасы қарайды, ал басқа жолбарыстарды мүлдем жолатпайды. 1,5 жылда жас жолбарыс өзінің анасынан бөлек шығып кете алады, бірақ көбіне 3 жылға дейін анасының жанында қалып қояды. Ақ аюлар өте ірі жыртқыш аңдар қатарына жатады, ал туылғанда тіптен көмексіз, әлсіз болып туылады. Жаңа туылған ақ аю соқыр болады, салмағы 900 грамм жобасында. Бірнеше ай бойы анасы баласымен өз інінде баласымен бірге болады. Осы уақыттың ішінде баласы 10 киліден артық салмақ қосып үлгереді. Ақ аю өзінің баласына барлық мейірімділігін беріп өсіреді. Кішкентай аюлар арктикалық қыстың ортасында немесе соңында көзге көріне бастайды, ал оның анасы сәуір айына дейін ұйқыға кетеді. Тиісінше баласы анасының сүтімен қоректеніп күш жинайды. Бүгінге осы достар, келесіде қандай тақырыпты қозғау керектігін астындағы пікір алаңына жазып қалдырыңыздар. Арнамызда күн сайын видео шықсын десеңіздер, лайктарыңызды аямай басып отырыңыздар.